Сириядағы соғыс 10 жылда 350 мыңнан астам адамның өмірін жұтты. Марқұмдардың 28 мыңға жуығы бала. Мұндай жан түршігерлік деректі Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары хабарлады. Қайратта улы уағызға иланып, әлсіздерге тіс батырды. Оқ атып, халықтың берекесін қашырды. Кету себеп Сирияға болған, бала-шағаларды, әйелдерді қинап жатқан, бомбалап жатқандарын соны көргеннен жүрекке батып, қатты сезімге беріліп кеттік та. Ең басында апаратын сол не? Ол бірінші алып келеді, жай тозақ турасында айтады, жай турасында айтып келген. Одан соң жихад турасында айтылады. Иә, дін үшін, Құдай үшін соғысу исламда қарастырылған, бірақ себеп салдарларын бұлар басқаша бұрмалап өздерінің саяси, әлеуметтік басқа көздеріне жаңағы айналдырып алады. Үммет ұстанатын құндылықтарды өзіне бұра тарту. Және бұра тарту арқылы өздерінің діттеген негізгі мақсаттарына қарай пайдалану деп қарауға болады. Адамдардың өзінің адасқанын білмеу және өзінің адасқан жолын тура жол деп түсініп, және соған амал ету бұл өте қауіпті құбылыс. Әмір-сымақтар жанкештілерді өздеріне мықтап байлайды. Ондай саясат тек мылтықтың күшімен жүзеге асады деп ойлау қате. Жеңіл өлімді уәде етіп, сол ойды умен жеңілдету адам арбаудың таптырмас амалы. Қайратқа да есірткіні алмастыратын трамадолды тықпалапты. Бұл адам санасын мүгедек ететін ауыр препарат. Фильмдерге кірсек қойды дейді адамды. 2 күн бе 3 күн бе тұрады. Дәретінде суяққа сындырасын тұрған жерінде. Бұрын средневековьда бар ғой, жарғап қоятын темекі кисеңге. Дәл сондай дейді. Сондай зұлымдықтар істейтін кездер болды. Сириядағы болған Даиш мәселесі, мысалы, 7 жыл бойы бүкіл әлемдік коалициялық күштер күресіп, әзер дегенде бері қаратқан сияқты. Не деген сондай күшті топ, былай қарасаңыз, мүлде күші жоқ олар. Олар пикаптарға мініп, қолдарында автоматтармен Аллаху акбар деп шақырады. Соғыс технологиялары арқылы оларды бір аптаның ішінде тасталған шығарып алады. Бірақ 7 жыл не үшін күресті олар? Бұл жерде терроризмнің артында үлкен саяси мүдделер бар. Ол күң болған қыз, құл болған ұлды көрді. Бірақ алдыңғы шепте жүргісі келмейтінін ашық айта алмапты. Әмірге қарсы шыққандарды амният абақтыда азаптайтын дейді. Радикализация проблемасын діни жағынан зерттеген кезде 100% адамдардың осы 75-80% осы интернет желісі арқылы арбалғанын көріп отырмыз. Одан кейін таяу шығыстағы Сирия аймағындағы оқиғаларда мына Еуропа мемлекеттеріндегі институттардың зерттеуі нәтижесін қарайтын болсақ, 80% осы интернет желісі арқылы арбалыпты Сирияға кеткендер. Бұл жерде не бар? Бұл жерде әрине қауіптілік бар. Әке-шешемізге қатты сөйлеген кездеріміз болды, ата-анамызға қатты сөйлеген кездеріміз болды. Алла қаласа, Алла уақыт берсе қайтады. Сөйтуге тырысамыз деп отырдық та. Қайрат қақтығыс аймағынан қашып тұтқынға түсті. Кейін елге экстрадицияланды. Қазір адамзатқа қарсы қылмыс жасаған үшін жазасын өтеуде. Ол теологтардың көмегімен соғыста жеңімпаз болмайтынын түсінгендей.